Қайырлы күн достар, баршаңызға. Бүгін сіздерге өте пайдалы, әрі дәмді болатын, балаларыңызға қатты ұнайтын тағаммен бөлісемін. Керекті заттардың барлығын астына описанияға қалдырып кетемін. Осы мөлшермен жасасаңыздар дәл менікіндей болып шығады. Ол үшін жылы сүтке тұзды, ашытқыны, сары майды қосып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Бал болса бал қосып жіберсе де болады. Қазақша контенттің дамуы үшін мені қолдап, подписаться батырмасын басып, видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Бір жұмыртқаны жарып, сарысын бетіне жаққанға алып қалып, ағын қосамыз. Жұмсақ қылып қамыр илеп, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамыр көтерілем дегенше начинкасын дайындап аламын. Ол үшін творогке қаймақты және қант ұнтағын қосамыз. Егер қант ұнтағы болмаса, қанттың өзін қоса берсе болады. Міне қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді бұны бөліктерге бөліп, ортасына начинкасын салып, бір формаға келтіреміз. Әр бөліктен осылай домалақтар жасап қойып, 10 минутқа қойып қойсақ, жаюға оңай болады және әдемі көтеріледі. Формасын видеода көрсетілгендей етіп жасап шығу керек. Барлығын жасап болған соң, көтерілуге жарты сағаттай уақытқа қойып қою керек. Менде аз уақыт болғандықтан 10 минуттай ғана қойдым. Мен 10 минуттай қойдым, соның өзінде жақсы көтерілген. Бетіне жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт араластырып жағып шығу керек. Сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болып жатса, астына комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер.
қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Сүзбе қосылған тәттілеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Балаларыма қатты ұнады. Видео пайдалы болды деген сенімдемін. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міне арасы толықтай піскен. Жасап көріңіздер. Осындай күннің суығында шаймен ішуге таптырмайтын тәтті тағам.